Сәлеметсіздер ме? Әңгімені бастамас бұрын парақшаға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетіп отырыңыздар. Ал енді жүрекке әсер ететін хикаямызды бірге бастайық. Жаздың соңғы күндері еді. Ауыл үстінде күн баяу батып бара жатты. Қора жақтан қойлардың маңырағаны, алыстан иттердің үргені естіледі. Үйдің алдында ескілеу ғана велосипед тұр. Оның жанында 8 жасар Омар айналып жүр. Әке, қаразы. Әкесі үйдің алдындағы орындықтан тұрып, баласына қарайды. Не болды балам? Ертең мына велосипедпен ауылдың анау шетіне дейін барамын. Әкесі күлімсірейді. Асықпа, әуелі велосипед тебуді дұрыстап үйрен. Омар ренжігендей қабағын түйеді. Мен білемін. Осы кезде үйден 11 жасар шолпан шығады. Біледі екенсің, кеше қошауға соғылып, аяғында ауыртып алған кім еді? Омар әпкесіне қарап, сен айтпасаншы. Әкесі күліп жібереді. Шолпан дұрыс айтады. Омар, әпкеңді тыңда. Неге бәрі шолпанды тыңдайды? Шолпан күліп, өйткені мен үлкенмін. Үлкен болғаныңмен бәрібір қызсың. Шолпан інісінің желкесінен ақырым тыртып қояды. Ей, сен! Екеуі қоласып бітеді. Әкесі олардың артынан қарап тұрып жымиып қояды. Үйдің есігінде анасы тұр. Балаларды кешкі асқа шақырмайсың ба? Қазір. Әкесі балаларға қарап. Екеуің үйге кіріңдер. Омар велосипедін құшақтап. Әке, оны менікі деп ешкімге бермейсің ғой? Жоқ. Уәде ме? Әкесі баласының маңдайынан сүйеді. Уәде. Омар мәз болып үйге кіріп кетеді. Шолпан әкесінің жанында қалып қояды. Әке? Иә, Омарды мен әрқашан қорғаймын. Әкесі қызына ұзақ қарап тұрады. Білемін. Сіз де мені қорғайсыз ғой? Әкесі бір сәт үнсіз қалады. Сосын қызының иығына қолын қойып, әрине. Шолпан күлімдейді. Ол кезде ешқайсысы бұл сөздердің олардың өміріндегі соңғы тыныш кешке айналатынын білмеді. Сол түні үйде күлкі көп болды. Анасы дастарханға бауырсақ қойды. Омар бірден үлкенін алды. Мынаны мен аламын. Шолпан. Неге? Өйткені мен кішімін. Кішкентай болғаным үшін көп жеу керек пе? Иә. Әкесі күліп. Екеуің де бөлісіп жеңдер. Омар бауырсақты екіге бөлді. Үлкен бөлігін өзіне қалдырды. Кішкентайын әпкесіне сынды. Мә! Шолпан қарап тұрып күледі. Мынауың кішкентай ғой. Бірақ шын жүрегімнен беріп тұрмын. Әкесі мен анасы бір-біріне қарап күліп қояды. Түн. Балалар ұйықтап қалған. Әкесі мен анасы ас үйде үнсіз шай ішіп отыр. Балалар ертең ерте тұрады дейді анасы. Иә, Омар биыл тағы мектепке барғысы келмей жүр. Барады, Шолпан қасында болады. Анасы жымиып. Шолпан тым ерте есейіп бара жатқан сияқты. Әкесі терезеге қарайды. Оны мен де байқап жүрмін. Сыртта жел күшейеді. Таңғы сағат 6:30. Телефон шықылдайды. Әкесі көзін ашады, бірақ телефонға жауап бермейді. Бірнеше минуттан кейін үйдің сыртында көліктің дауысы естіледі. Ол орнынан тұрады, киінеді. Есіктің алдында Шолпан пайда болады. Әке, қайда барасыз? Жұмысқа. Бүгін кеш келесіз бе? Кешке келем. Уәде ме? Әкесі қызына күлімсірейді. Уәде. Шолпан басын изейді. Әкесі есіктен шығып кетеді. Шолпан терезеден қарап тұрады. Көлік алыстап барады. Бірнеше минут өтеді. Телефон шырылдайды. Анасы телефонды көтереді. Алло? Ар жағынан бір адамның асығыс дауысы естіледі. Анасының жүзі бірден өзгеріп кетеді. Не? Телефон қолынан түсіп кете жаздайды. Шолпан. Апа? Анасы жауап бере алмайды. Апа, не болды? Анасы қызын құшақтайды. Балаларымды. Дауысы дірілдейді. Балаларымды беріңдер маған. Шолпан не болған түсінбейді. Омар бөлмеден жүгіріп шығады. Апа, не болды? Анасы екі баласын құшағына қысады. Ал есік сыртында адамдардың дауысы көбейіп бара жатты. Сол күннен бастап Шолпан мен Омардың өмірі бұрынғыдай болмайды. Әкесінен айырылғанына бірнеше ай болған. Шолпан мен Омар енді тек аналарына қарап қалған. Анасы таң атпай тұрып жұмысқа кетеді. Кешке шаршап келеді. Бірақ балаларға білдірмейді. Шолпан, ініме тамағын бердің бе? Иә, апа. Сабақтарыңды оқыдыңдар ма? Оқып қойдық. Анасы екеуіне қарап күлімсірейді. Менің ақылды балаларым. Омар анасының мойнына асылады. Апа, біз қашан жаңа үйге көшеміз? Анасы сәл ойланып, ақша жинап алайық, сосын жақсы үй аламыз. Ал менің гүлмен болады ма? Әрине. Шолпанның да? Әрине. Омар мәз бол. Онда мен әпкемнің бөлмесіне күнде кіріп тұрамын. Шолпан. Өз бөлмең болса, неге менікіндегісің? Омар күледі. Анасы екеуіне қарап отырып. Сендер бір-бірінді ешқашан тастамаңдар. Шолпан. Тастамаймыз. Ол кезде анасы бұл сөздің көп ұзамай өзіне айтылған соңғы өтінішке айналатынын білмеді. Келесі күні таңертең анасы жұмысқа жиналып жатыр. Омар әлі ұйықтап жатыр. Шолпан ас үйде шай ішіп отыр. Анасы
қызының қасына келіп: «Шолпан?» «Иә, апа. Бүгін мен сәл кешігуім мүмкін». «Жақсы, ініне қара». «Қараймын». Анасы қызының маңдайынан сүйді. Сосын Омардың бөлмесіне кіріп, ұйықтап жатқан баласының бетінен сүйді. «Балаларым». Ол біраз уақыт үнсіз қарап тұрды. Сосын есіктен шығып кетті. Бұл оның балаларына қараған соңғы рет еді. Түскі уақыт. Шолпан мен Омар үйде. Омар ойыншық машинасымен ойнап отыр. Шолпан сабақ оқып отыр. Кенет есік қағылады. Тас-тұрс. Шолпан есікке жүгіреді. Бірақ есік алдында ешкім жоқ. Бірнеше минуттан кейін телефон шырылдайды. Шолпан: «Алло?» Ар жағынан ер адамның дірілдеген дауысы. «Бұл Шолпан ба?» «Иә». «Сенің анаң?» Шолпанның жүрегі дүрс ете қалады. «Не болды анама?» Үнсіздік. Жолда оқыс жағдай болған. Шолпанның қолындағы телефон сырғып кете жаздайды. «Ол қайда?» «Ауруханаға жеткізілді». Шолпан Омардың қолынан ұстайды. «Біз қазір барамыз». Аурухананың дәлізі. Шолпан мен Омар орындықта отыр. Омар әпкесіне: «Апа бізді алып кетеді ғой?» Шолпан: «Иә». «Ол ауырып қалды ма?» «Иә». «Дәрігер емдейді ғой?» Шолпан басын изейді. Бірақ өз жүрегі оның өтірік айтып отырғанын сезіп тұр. Бірнеше минуттан соң дәрігер шығады. Шолпан орнынан атып тұрады. «Анам қайда?» Дәрігер төмен қарап: «Кешіріңіз». Шолпанның әлемі тоқтап қалғандай болды. «Жоқ». Дәрігер үнсіз қалады. «Жоқ, ол бізге уәде берген». «Омар?» «Әпке?» Шолпан інісіне қарайды. Омар ештеңені түсінбейді. «Апа қайда?» Шолпан оны құшақтап: «Омар, апа қашан шығады?» Шолпан көз жасын ұстай алмайды. «Апа». Дауысы дірілдейді. «Енді бізбен бірге болмайды». «Омар, неге?» Шолпан жауап бере алмайды. Омар анасының бөлмесіне қарай жүгірмек болады. «Мен анама барам». Шолпан оны құшақтап ұстап қалады. «Жоқ, Омар. Апа мені күтеді». «Омар, жібер мені». Бала әпкесінің қолында өксіп жылайды. Ал Шолпан оның басын кеудесіне қысып: «Мен бармын. Мен сені тастамаймын». Жерлеуден кейін үй босап қалды. Анасының киімдері орнында. Ас үйдегі кесесі сол күй тұр. Үстел үстінде балаларға арнап алған азық-түлік бар. Ал тоңазытқыштың есігінде кішкентай қағаз. «Балаларыма сүт, теллан, жұмыртқа алу». Шолпан қағазды қолмалады. Көзінен жас ағады. Омар анасының орамалын құшақтап отыр. «Әпке?» «Иә». «Енді біз кіммен тұрамыз?» Шолпан жауап бере алмайды. Сол кезде есік ашылады. Ішке Сапар кіреді. Ол балаларға ұзақ қарап: «Сендер енді менің қамқорлығымда боласыңдар». Шолпан бірден: «Біз бірге боламыз ба?» «Иә». «Омарды ешкімге бермейсіз бе?» «Жоқ». «Омар, біз өз үйімізде қала алмаймыз ба?» Сапар: «Жоқ балалар, бұл үйде енді мен қараймын». Шолпан анасының үйіне қарап қалады. Сол үйде оның бүкіл балалық шағы қалған. Бірақ енді ол үйде өзінікі емес сияқты еді. Сапар құжаттарын шығарады. «Мен сендердің ресми қамқоршыларың боламын». Шолпан құжаттарға түсінбей қарайды. Ал Омар анасының суретін құшақтап отырды. Сапардың дауысы тағы естілді: «Жиналыңдар, ертең ерте тұрамыз». Шолпан: «Қайда барамыз?» Сапар: «Ауылға». «Неге?» Сапар: «Жұмыс бар». Шолпан оның жүзіне қарайды. Сол сәтте ол әлі білмеді. Жұмыс деген сөз олардың келесі 20 жылдық тағдырына айналатынын. Таңғы сағат 5. Шолпан көзін ашты. Үй іші қараңғы. Бірнеше секунд қай жерде жатқанын түсінбей қалды. Сосын анасының жоқ екенін есіне түсірді. Кеудесі қысылып кетті. Ол жанындағы Омарға қарады. Омар әлі ұйықтап жатыр. Шолпан ақырын орнынан тұрып терезеге жақындады. Ас үйде анасының кесесі тұр. Ол кесені қолына алды. Әлі де анасының иісі қалғандай. Шолпан көзін жұмды. «Апа». Бір тамшы жас бетіне сырғып түсті. Артынан Сапардың даусы естілді. «Жиналдыңдар ма?» Шолпан кесені орнына қойды. «Иә». «Онда тездетіңдер, көлік күтіп тұр». Шолпан Омарды оятты. «Омар, тұр. Әлі 8 толығыңыз, ерте ғой. Тұра ғой, біз кетеміз». Омар көзін уғалап: «Апа да бара ма?» Шолпан қатып қалды. Бірнеше секунд үнсіз тұрды. «Жоқ, Омар». «Неге?» «Апа». Шолпанның даусы дірілдеді. «Апа бізбен енді бірге жүрмейді». Омар көрпесіне қайта кіріп: «Онда мен бармаймын». Шолпан оның қасына отырды. «Біз баруымыз керек. Мен анамның үйінен кеткім келмейді». «Мен де». «Онда кетейікші». Шолпан бауырын құшақтады. «Біз бір-бірімізбен бірге боламыз ғой». Омар басын көтерді. «Уәде ме?» Шолпан оның көзіне қарады. «Уәде». Көп ұзамай олар көлікке отырды. Шолпан терезе жақта. Омар оның жанына жайғасты. Сапар алдыңғы орында отыр. Көлік қозғалды. Ауыл көшелері артта қалды. Шолпан терезеден мектепке қарады. Аула бос. Қақпаның жанында балалар ойнап жүр.
Бір қыз қолындағы сөмкесін асып алып, мектепке кіріп барады. Шолпан оған ұзақ қарап қалды. Омар: «Әпке, иә, біз мектепке қашан барамыз?» Шолпан Сапарға қарады. «Біз мектепке барамыз ба?» Сапар жолдан көз алмай: «Кейін. Қашан? Жұмыс аяқталған соң». «Қандай жұмыс?» «Ауылға барған соң көресіңдер». Шолпан үнсіз қалды. Бірнеше сағаттан кейін көлік ауылдың шетіндегі қыстауға келді. Шолпан жан-жағына қарады. Үй аз, айнала дала. Қорада мал көп. Омар: «Біз мұнда не істейміз?» Сапар көліктен түсті. «Тұрасыңдар. Ал мектеп?» «Мектеп кейін». «Бірақ сіз...» Сапар Шолпанға бұрылып: «Сен үлкенсің, Омарға қарайсың». Шолпан: «Мен мектепке барғым келеді». Сапардың қабағы өзгерді. «Қазір сендердің жағдайларыңды мен шешемін». «Бірақ анам...» Шолпанның дауысы шықпай қалды. Сапар: «Анаң жоқ енді». Бұл сөз Шолпанға ауыр тиді. Ол көзін төмен түсірді. Сапар ішке кіріп кетті. Кешке Шолпан қора маңында жүрді. Омар оның соңынан қалмайды. «Әпке, мен не істеймін?» «Білмеймін. Біз қашан үйге қайтамыз?» Шолпан алыстағы жолға қарады. «Білмеймін». Омар: «Әпке». «Иә, сен мені тастамайсың ғой». Шолпан бірден оның қолынан ұстап: «Ешқашан». Омар күлімсіреді: «Онда қорықпаймын». Түн. Екі бала бір бөлмеде жатыр. Омар ұйықтай алмайды. «Әпке, ұйықташы. Сен ұйықтап қалсаң, мен жалғыз қаламын ба?» Шолпан көзін ашты. «Жоқ, апа да сендер бір-біріңді тастамаңдар деген еді». Шолпанның көзіне жас толды. «Иә, біз оны тыңдаймыз ғой». «Тыңдаймыз». Омар көзін жұмды. Біраздан кейін ұйықтап қалды. Шолпан болса ұзақ уақыт төбеге қарап жатты. Ол небәрі 11 жаста еді. Бірақ сол түні алғаш рет өзін бала емес, Омардың жалғыз тіреуі сияқты сезінді. Бір аптадан кейін Шолпан таңғы 4-те оянады. Омарды оятады. «Тұр». «Не болды?» «Малға барамыз». Омар көзін уқалап: «Мен мектепке барғым келеді». Шолпан үндемейді. Екеуі далаға шығады. Күн әлі шықпаған. Қойлар өріске қарай айдалып барады. Омар бір сәт артына бұрылып қарайды. Қыстаудың ар жағында алыста мектептің ғимараты көрінеді. «Әпке». «Иә, меніңше мектеп бізден алыстап бара жатқан сияқты». Шолпан оның қолын ұстайды. «Мектеп ешқайда кетпейді». Омар: «Ал біз ше?» Шолпан жауап бермеді. Өйткені ол ішінен бір нәрсені сезіп тұрды. Олар мектептен ғана емес, өз балалықтарынан да алыстап бара жатты. Сол күні кешке Сапарға бір әйел келді. «Балалардың құжаттары қайда?» Сапар: «Менде». «Жәрдемақысы ше?» Сапар күлімсіреп: «Оны да өзім реттеймін». Әйел түртел басын изеді. Ал бөлменің сыртында тұрған Шолпан бұл сөздерді естіп қалды. Ол алғаш рет түсінбеген бір нәрсені сезінді. Олардың атына бір нәрсе беріліп жатыр. Бірақ ол нәрсе балалардың өздеріне жетпейді. Ал Шолпан мұның қаншалықты үлкен әділетсіздік екенін әлі білмейтін. Бірнеше сағаттан кейін көлік ауылдың шетіндегі қыстауға келді. Шолпан жан-жағына қарады. Үй аз, айнала дала. Қорада мал көп. Омар: «Біз мұнда не істейміз?» Сапар көліктен түсті. «Тұрасыңдар. Ал мектеп?» «Мектеп кейін». «Бірақ сіз...» Сапар Шолпанға бұрылып: «Сен үлкенсің, Омарға қарайсың». Шолпан: «Мен мектепке барғым келеді». Сапардың қабағы өзгерді. «Қазір сендердің жағдайларыңды мен шешемін». «Бірақ анам...» Шолпанның дауысы шықпай қалды. Сапар: «Анаң жоқ енді». Бұл сөз Шолпанға ауыр тиді. Ол көзін төмен түсірді. Сапар ішке кіріп кетті. Кешке Шолпан қора маңында жүрді. Омар оның соңынан қалмайды. «Әпке, мен не істеймін?» «Білмеймін. Біз қашан үйге қайтамыз?» Шолпан алыстағы жолға қарады. «Білмеймін». Омар: «Әпке». «Иә, сен мені тастамайсың ғой». Шолпан бірден оның қолынан ұстап: «Ешқашан». Омар күлімсіреді: «Онда қорықпаймын». Түн. Екі бала бір бөлмеде жатыр. Омар ұйықтай алмайды. «Әпке, ұйықташы. Сен ұйықтап қалсаң, мен жалғыз қаламын ба?» Шолпан көзін ашты. «Жоқ, апа да сендер бір-біріңді тастамаңдар деген еді». Шолпанның көзіне жас толды. «Иә, біз оны тыңдаймыз ғой». «Тыңдаймыз». Омар көзін жұмды. Біраздан кейін ұйықтап қалды. Шолпан болса ұзақ уақыт төбеге қарап жатты. Ол небәрі 11 жаста еді. Бірақ сол түні алғаш рет өзін бала емес, Омардың жалғыз тіреуі сияқты сезінді. Бір аптадан кейін Шолпан таңғы 4-те оянады. Омарды оятады. «Тұр». «Не болды?» «Малға барамыз». Омар көзін уқалап: «Мен мектепке барғым келеді». Шолпан үндемейді. Екеуі далаға шығады.
Күн әлі шықпаған. Қойлар өріске қарай айдалып барады. Омар бір сәт артына бұрылып қарайды. Қыстаудың ар жағында алыста мектептің ғимараты көрінеді. Әпке, иә, меніңше мектеп бізден алыстап бара жатқан сияқты. Шолпан оның қолын ұстайды. Мектеп ешқайда кетпейді. Омар, ал біз ше? Шолпан жауап бермеді. Өйткені ол ішінен бір нәрсені сезіп тұрды. Олар мектептен ғана емес, өз балалықтарынан да алыстап бара жатты. Сол күні кешке Сапарға бір әйел келді. Балалардың құжаттары қайда? Сапар, менде. Жәрдемақысы ше? Сапар күлімсіреп, оны да өзім реттеймін. Әйел түртел басын изеді. Ал бөлменің сыртында тұрған Шолпан бұл сөздерді естіп қалды. Ол алғаш рет түсінбеген бір нәрсені сезінді. Олардың атына бір нәрсе беріліп жатыр. Бірақ ол нәрсе балалардың өздеріне жетпейді. Ал Шолпан мұның қаншалықты үлкен әділетсіздік екенін әлі білмейтін. Сол күннен кейін қыстаудағы жалғыздық балалар үшін бұрынғыдан да ауыр болды. Алғашқы оқиға соңғысы болған жоқ. Кейде сырттан адамдар келетін, балалар есікті іштен жауып отыратын. Бірақ олардың қорғанатын жерде, қоңырау шалатын телефоны да, баратын адам да жоқ еді. Шолпан бірнеше рет біз кетейікші дейтін. Омар, қайда? Шолпан үнсіз қалатын. Олардың жеке құжаттары Сапарда еді. Ақшасы да, құжаттары да өз қолдарында болмады. Қайда барарын білмеді, кімге шағынарын білмеді. Сондықтан олар тағы да сол қыстауда қалды. Жылдар өте келе қорқыныш олардың күнделікті өміріне айналды. Бірақ ең ауыр нәрсе олардың тек денелері емес, өздеріне деген сенімі де жараланды. Шолпан біртіндеп тұйықталды. Омар болса, әрқашан әпкесінің жанынан қалмайтын. Екеуінің арасында бір ғана үнсіз келісім болды. Қандай жағдай болса да, бір-бірімізді тастамаймыз. Ал әлемнің басқа бөлігі оларды баяғыда ұмытып кеткендей еді. Қыстаудағы күндер бір-біріне ұқсап кеткен. Таңғы 4. Оятқыш жоқ. Сапардың қатты дауысы ғана бар. Тұрыңдар. Шолпан көзін ашады. Омар әлі ұйықтап жатыр. Омар, тұр. Тағы ма? Иә, бүгін демалмаймыз ба? Шолпан күлімсіреуге тырысады. Бәлкім кешке. Екеуі сыртқа шығады. Аспан әлі қараңғы. Жылдар осылай өтіп жатты. Бірінші жылы Шолпан әлі мектеп туралы сұрайтын. Сапараға, мектепке қашан барамын? Екінші жылы ол сұрамайтын болды. Үшінші жылы Омар сұрай бастады. Әпке, мен оқи алам ба? Шолпан оның қолына ескі дәптер ұстатты. Оқы. Бірақ мұғалім жоқ қой. Мен саған үйретем. Шолпан өзі де толық оқи алмаса да, есінде қалған әріпті үйретті. Кешкісін мал қорасының жанында отырып. Мынау А. Омар қайталайды. А. Мынау Б. Б. Омар күледі. Мен мектепке бармасам да оқиғын. Шолпан оның басынан сипайды. Әрине. Бір күні Омар. Әпке, сен неге өзің оқымайсың? Мен саған үйретіп жатырмын ғой. Бірақ сенің де арманың болған шығар. Шолпан үнсіз қалды. Бала кезінде ол дәрігер болғысы келген. Анасына, мен дәрігер боламын, сізді ешқашан ауыртпаймын деген. Енді ол бұл арманын есіне алғысы келмейтін. Өйткені кейбір армандарда еске алу да ауыр. 15 жыл өтті. Шолпан 26-ға келді. Омар 23-те. Екеуі әлі сол ауылда, әлі сол мал, әлі сол қыстау. Тек балалар енді бала емес. Бірақ олардың өмірі де өзгермеген. Бір күні Омар қораның жанында ескі темір сандық тауып алды. Ішінен бірнеше қағаз шықты. Әпке, Шолпан келді. Не болды? Омар қолындағы құжаттарға қарап. Мыналар біздің құжаттарымыз емес пе? Шолпанның жүрегі дүрс ете қалды. Қағаздардың арасында олардың туу туралы куәліктер де бар еді. Ал тағы бір құжатта қамқорлыққа алынған деген сөз тұрды. Омар оқуға тырысты. Әпке, иә, бізді Сапар заңды түрде қамқорлығына алған екен. Шолпан құжатты қолынан алды. Сонда, Омар, біз одан кетсек бола ма? Шолпан ұзақ үнсіз тұрды. Бұл сұрақ екеуінің де ішіндегі 20 жылдық үнсіздікті қозғалтты. Білмеймін, Омар, мен кеткім келеді. Шолпан оған қарады. Қайда барамыз? Білмеймін. Ақша жоқ, жұмыс табамыз. Ажаттар бізде толық емес. Сонда да кетеміз. Шолпан алғаш рет інісінің көзінен қорқыныш емес, еркіндікке деген ұмтылысты көрді. Сол түні екеуі ұзақ сөйлесті. Омар, әпке, сенің есінде мектептегі адамдар бар ма? Кейбірі. Кім? Шолпан ойланып. Гүлмира. Ол кім? Сыныптасым. Қайда екенін білесің бе? Білмеймін. Омар, мүмкін бізді іздеп жүрген шығар. Шолпан ащы жымиып. 20 жыл өтті, Омар. Сонда да. Шолпан терезеге қарады. Адамдар бізді ұмытып кеткен шығар. Ал сол уақытта қалада. Гүлмира ескі альбомды ақтарып отырды. Мектеп бітіру кешінен қалған сурет. Суретте бірнеше бала. Ортада кішкентай Шолпан, жанында Гүлмира.
Гүлмира саусағымен суреттегі құрбысының жүзін сипады. Сен қайдасың, Шолпан? Ол осы сұрақта жылдар бойы өзіне қойып келген, бірақ жауап таппаған. Сол түні ол интернеттен ауылдардың біріндегі әлеуметтік желідегі суреттерді қарап отырды. Кенет бір суретке көзі түсті. Ауылдағы малшылар. Артқы жақта екі адам, бір әйел, бір ер адам. Гүлмира суретті үлкейтіп қарады. Жүрегі дүрс ете қалды. Жоқ. Тағы үлкейтті. Әйелдің жүзі анық көріне бастады. Гүлмираның қолы дірілдеді. Шолпан? Ол суретке ұзақ қарады. Сосын екінші адамға қарады. Омар? Телефонды қолынан түсіріп ала жаздады. 20 жылдан кейін алғаш рет. Гүлмира олардан белгі тапты. Ол бірден телефонды қолына алды. Сендерді табамын. Ал қыстауда Шолпан терезеден сыртқа қарап тұрды. Ол Гүлмираның әлі бар екенін білмейтін, бірақ тағдыр олардың жолдарын қайтадан түйістіруге дайындалып жатқан еді. Қыстаудың іші тыныш. Гүлмира Шолпан мен Омардың алдында үнсіз отыр. 20 жылдан кейін қайта кездескен Шолпан мен кішкентай Омар бір-біріне қарап қана отырды. Айтатын сөз көп. Бірақ алғашқы сөзді еш қайсысы бастай алмайды. Ақыры Гүлмира ақырын ғана күлімсіреді. Шолпан, иә, сенің бір әдетің әлі өзгермепті? Шолпан таңырқап. Қандай? Қуансаң да, ренжісең де үндемей қаласың. Шолпан жымиып қойды. Ал сенің бір әдетің өзгермепті? Қандай? Көп сөйлейсің. Гүлмира күліп жіберді. Омар да күлімсіреді. Бірнеше секундқа бөлмеде баяғы мектептегі күлкі қайта тірілгендей болды. Гүлмира сөмкесінен ескі сурет шығарды. Мынаны әлі сақтап жүрмін. Шолпан суретті қолына алды. Суретте 3 бала тұр. Шолпан, Омар, Гүлмира. Арттарында мектеп. Шолпан суретке ұзақ қарады. Мына киімді ұмытпаппын. Гүлмира, сен сол күні қатты қуанып едің. Неге? Мұғалім бізді мектеп мерекесінде сахнаға шығарды ғой. Омар, мен өлең айтқанмын. Гүлмира, сен өлеңді ұмытып қалып, сахнада тұрып қалғансың. Омар күліп, есіме түсірме. Үшеуі тағы да күліп алды, бірақ күлкі баяу өшті. Шолпан суретті кеудесіне қысып, сол күндер қайтып келмейді ғой. Гүлмира, өкінішке қарай. Біраз уақыттан соң Гүлмира жай ғана. Сендер кеткеннен кейін мен сендерді көп күттім. Шолпан оған қарады. Күттім бе? Иә. Неге бізге ешқашан келмедің? Гүлмира күрсінді. Келуге тырыстым. Шолпан, қайда? Сендердің бұрынғы үйлеріне бардым. Шолпан, біз ол кезде сапардың қолында едік. Оны кейін білдім. Гүлмира сәл кідірді. Содан кейін сендерді құжаттарын арқылы іздей бастадым. Шолпан таңырқап. Құжат бойынша? Иә. Не болды? Гүлмира басын шайқады. Ештеңе. Қалай? Ізіндерін табылмады. Омар үнсіз қалды. Гүлмира, мектептегі мәліметтерің бар. Ата-аналарын туралы мәліметтер бар. Бірақ одан кейін сендердің өмірлерін туралы ресми ақпарат жоқ. Шолпан, біз бармыз ғой. Гүлмира оның қолын ұстады. Білемін. Бірақ қағаз жүзінде... Гүлмира сөзін аяқтай алмай қалды. Сендер жоғалып кеткен адамдар сияқты болдыңдар. Шолпан көзін төмен түсірді. Омар біраздан соң, біз де өзімізді кейде жоқ адам сияқты сезінетінбіз. Гүлмира оған қарады. Неге? Өйткені ешкім бізден не қалайсың деп сұрамайтын. Шолпан, қайда барғың келеді деп те сұрамайтын. Омар, мектепке барғың келе ме деп те сұрамайтын. Шолпан, бізге тек не істеу керегін айтатын. Гүлмира үндемей тыңдап отырды. Омар, таңертең тұру, малға бару, жұмыс істеу, кешке қайту. Шолпан, ертең тағы қайталау. Омар, 1 жыл, 2 жыл, 5 жыл. Шолпан ақырын, 10 жыл. Бөлме үшін үнсіздік басты. Гүлмира, сендер осы жерде осынша жыл өмір сүрдіңдер ме? Шолпан басын изеді. Иә, екеуің ғана? Көбіне. Омар, сапар анда-санда келетін. Гүлмира, ал басқа адамдар? Шолпан, малшылар. Омар, ауыл адамдары. Шолпан, бірақ біз ешкімге жақын болмадық. Неге? Шолпан терезеге қарады. Бізге көп нәрсені айтпауға үйретті. Гүлмира оның жүзінен ауыр өткен жылдарды көрді, бірақ қазбаламады. Ол тек, екеуің бір-біріңе сүйеніп өмір сүрдіңдер ғой. Шолпан, иә. Омар Шолпанға қарап. Ол болмағанда мен баяғыда сынып қалар едім. Шолпан, мен де. Гүлмира тағы бір нәрсені есіне алды. Сендер мектепте жүргенде армандарың болатын. Омар күлімсіреді. Мен ұшқыш болғым келетін. Гүлмира, есімде. Әкем екеуміз ұшақтар туралы көп сөйлесетінбіз. Шолпан, ал мен дәрігер болғым келген. Гүлмира, сен адамдарға көмектескің келетін. Шолпан үнсіз қалды. Қазір ше? Ол біраз ойланды. Қазір де көмектескің келеді.
Гүлмира: онда арманың өлмепті. Шолпан басын шайқады. Арманым өлмеген шығар. Ол терезеге қарады. Бірақ менің өмірімнің 20 жылы қайда кеткенін білмеймін. Кеш түсіп келеді. Гүлмира орнынан тұрды. Шолпан бірден: кетесің бе? Иә, бірақ қайта келем. Омар: ертең бе? Иә. Шолпан біраз ойланып: Гүлмира: иә, сен бізді шынымен іздедің бе? Гүлмира көзінен жас алып: иә. Бірақ таба алмадың? Иә. Енді таптың. Гүлмира басын изеді. Енді жоғалтпаймын. Шолпанның көзінен жас ақты. Гүлмира екеуін кезекпен құшақтады. Ертең сөйлесеміз. Ол сыртқа шықты. Көлікке отырған соң Гүлмира бірден телефондағы ескі файлдарын ашты. Жылдар бұрын жинаған құжаттар. Шолпанның аты, Омардың аты, мектеп анықтамалары, ата-аналары туралы мәліметтер. Бірақ кейінгі жылдар бос. Қамқоршылық туралы толық ақпарат жоқ. Тұрғылықты мекенжайы жоқ. Оқу туралы дерек жоқ. Медициналық жазбалар жоқ. Олардың 20 жылы қағаз жүзінде болмағандай. Гүлмира телефонға қарап отырып сыбырлады: сендерді ешкім жоғалтқан жоқ. Ол көзін сүртті. Сендерді біреу жоғалтып жіберген. Көлік түнгі жолмен алыстай берді. Ал қыстауда Шолпан мен Омар алғаш рет бір нәрсені сезінді. 20 жылдан кейін олардың өміріне өткеннен бір адам қайта оралды. Гүлмира. Бірақ оның келуімен бірге жаңа үмітпен қатар жаңа қауіп те басталатын еді. Гүлмира түні бойы ұйықтамады. Үйіне келген соң да Шолпан мен Омардың жүзі көз алдынан кетпеді. Ол үстел үстіне ескі дәптерін қойды. Бір бетіне Шолпан, екінші бетіне Омар деп жазды. Сосын астына жылдарды белгіледі. Мектеп, ата-анасының қайтыс болуы, сапардың қамқорлығына өтуі, одан кейін бос. Гүлмира қаламын қолына қысып ұстады. 20 жыл. Ол терең дем алды. Қалайша еш жерде жоқ. Таң атқанша Гүлмира ескі таныстарына хабарласты. Бір кезде мектепте бірге жұмыс істеген мұғалімін тапты. Апай, Шолпан мен Омар есіңізде ме? Ар жақтан біраз үнсіздік. Әрине есімде. Екеуі бір күнде мектептен жоғалып кеткендей болған. Оларды кейін ешкім іздемеді ме? Іздеген шығар, бірақ нақты не болғанын білмедік. Сапар туралы ше? Мұғалім дауысы бәсеңдеп: ол кісі балалардың қамқоршысы болды деп естігенмін. Құжаттар бар ма еді? Білмеймін. Гүлмира телефонды қойды. Оның күдігі күшейе түсті. Келесі күні ол құжаттарды тексеретін жерлерге хабарласа бастады. Бір жерден мұндай мәліметті табу қиын. Екіншісінен архивте толық ақпарат жоқ. Үшіншісінен қамқоршылық бойынша жазба көрінбейді. Гүлмира ашуланды. Екі баланың 20 жылдық өмірі қалайша жоқ болады? Ар жақтағы адам. Бізде ондай мәлімет жоқ. Телефон өшті. Гүлмира біраз уақыт үнсіз отырды. Сосын: онда мен өзін табамын. Сол күні түстен кейін Гүлмира қайтадан Қыштауға келді. Шолпан оны алыстан көріп, бірден жүгіріп шықты. Гүлмира! Сәлем. Омар да сыртқа шықты. Келдің бе? Келдім. Гүлмира қолындағы сөмкесін көтерді. Сендерге тамаға келдім. Омар күлімдеп: бізге қонақ келгендей болып кетті ғой. Гүлмира: бәлкім 20 жылдан кейін алғашқы қонақтарың шығармын. Шолпанның жүзіне әлсіз күлкі үйірілді. Үшеуі үйге кірді. Гүлмира сөмкесінен бірнеше киім шығарды. Мыналар сендерге? Омар: бізге ме? Иә. Омар киімді қолына ұстап тұрып қалды. Мен соңғы рет жаңа киім қашан алғанымды білмеймін. Шолпан оған қарап: алып қой. Омар киімді кеудесіне қысты. Рахмет. Гүлмира үндемеді. Ол Омардың жаңа киімге қуанғанын көріп, жүрегі ауырды. Біраздан соң Гүлмира: мен сендерге көмектесудің жолын іздеп жүрмін. Шолпан бірден: қалай? Біріншіден құжаттарыңды қалпына келтіру керек. Омар: құжатсыз біз ешқайда кете алмаймыз ба? Қиын болады. Шолпан: ал сапар? Гүлмира оның даусынан қорқынышты сезді. Оған әзірге ештеңе айтпаймыз. Омар: ол білсе не болады? Гүлмира: сондықтан абай болуымыз керек. Шолпан: біз оның ашуланғанын көрдік. Гүлмира оның қолын ұстап: мен сендерді қайтадан жалғыз қалдырмаймын. Сол сәтте сырттан көліктің дауысы естілді. Үшеуі де қатып қалды. Шолпан терезеге қарады. Сапар. Омардың жүзі бірден өзгерді. Гүлмира: сабыр. Көлік тоқтады. Есік ашылды. Сапар үйге кірді. Ол Гүлмираны көргенде бір сәтке тоқтап қалды. Бұл кім? Шолпан: сыныптасым. Сапар Гүлмираға ұзақ қарады. Сыныптасың? Иә. Қайдан тауып алды? Гүлмира сабырлы түрде: өзім іздеп таптым. Сапардың жүзі өзгерді. Неге іздедің? Өйткені ол менің құрбым. Сапар күлімсіргендей болды, бірақ көзінде күлкі жоқ. 20 жыл өткен соң есіңізге түскені қызық екен. Гүлмира: кейбір адамдарды ұмыту қиын. Сапар оған біраз қарап тұрды. Сосын:
Балалардың шаруасына араласпағаның дұрыс. Гүлмира сабырлы түрде. Олар бала емес. Сапар, бірақ жауапкершілігі менде. Гүлмира, оны білемін. Онда мәселе жоқ. Сапар Шолпанға бұрылды. Жұмыс бітті ме? Шолпан, иә, онда ертең ерте тұрасыңдар. Сапар шығып кетті. Көлік алыстаған соң Омар ақырын: ол сенен қорықты ма? Гүлмира, неге олай ойладың? Өйткені ол сені көргенде өзгеріп кетті. Шолпан, ол сенің бізді іздегеніңді түсінді. Гүлмира терезеге қарады. Иә, үшеуі де үнсіз қалды. Гүлмира, енді бізге асықпай әрекет ету керек. Шолпан, егер ол бізді басқа жерге алып кетсе ше? Гүлмира бір сәт ойланып, сондықтан құжаттарында бірінші ретте қолға түсіруіміз керек. Омар, ал егер ол бермесе? Гүлмира жауап бермеді. Өйткені дәл осы сұрақтың жауабын өзі де білмейтін. Сол кеште Гүлмира қалаға қайтып бара жатып, телефонына белгісіз нөмірден хабарлама алды. Бұл балалардың ісіне араласпаңыз. Гүлмира тоқтап қалды. Бірнеше секундтан кейін тағы бір хабарлама келді. Сіз олардың жағдайын толық білмейсіз. Гүлмира экранға қарап отырды. Сосын жауап жазды. Мен олардың қандай жағдайда екенін өз көзіммен көрдім. Жауап бірден келді. Онда өзіңізге абай болыңыз. Гүлмира телефонды қолына қысып ұстап қалды. Ол енді бұл жай ғана екі жоғалған адамды іздеу емес екенін түсінді. Біреулер 20 жыл бойы Шолпан мен Омардың үнсіз қалғанын қалаған, ал Гүлмира олардың үнін қайта шығаруға тырысып жатыр. Гүлмира таң атқанша әлгі хабарламаны ойлады. Телефон экранын қайта-қайта ашық қарайды. Өзіңізге абай болыңыз. Бұл жай ескерту емес екенін ол түсінді, бірақ дәл қазір қорқып, шегінуге оның құқығы жоқ сияқты еді. Өйткені қыстауда екі адам оны күтіп отыр. Таңертең Гүлмира қайтадан ауылға жолға шықты. Бұл жолы жалғыз бармады. Ол көп жылдар бойы араласатын, ауыл аймақтағы мәселелерді жақсы білетін танысы Әлиді ертіп алды. Балаларды бірден алып кетеміз деп ойлама, деді Әли жолда. Білемін. Алдымен олардың нақты құқықтық жағдайын анықтауымыз керек. Құжаттары жоқ. Сол үшін қиын. Гүлмира терезеге қарап, бірақ олардың бар екені анық. Иә, демек олардың өмірде дәлелденуі керек. Әли басын изеді. Дәл солай. Қыстауға келгенде Шолпан Гүлмираны көріп қуанып қалды. Жалғыз келмепсің. Бұл Әли маған көмектеседі. Омар сыртқа шықты. Әли екеуіне жылы амандасты. Қалайсыңдар? Омар, жақсымыз. Әли айнанаға қарады. Қыстаудың жағдайын көріп, қабағы түйілді. Сендер осы жерде жылдар бойы тұрдыңдар ма? Шолпан, иә. Әли үндемеді. Ол ештеңе сұрамады, тек айналаны бақылап шықты. Гүлмира Шолпанға, сендерде қандайда бір ескі құжат бар ма? Шолпан, бұрын сандықтан тапқан бірнеше қағаз бар. Ол ішке кіріп, ескі конверт алып шықты. Ішінде туу туралы куәліктің көшірмесі, мектептен қалған анықтама, ескі сурет, ата-анасының бірнеше құжаты бар еді. Гүлмира бәрін мұқият қарап шықты. Мұналар өте маңызды. Омар, осы құжаттармен кетуге бола ма? Әлі емес. Шолпанның жүзі түсіп кетті. Неге? Өйткені сендердің қазіргі жеке құжаттарын толық емес. Әли, бірақ осының өзі сендердің кім екендерінде дәлелдеуге көмектеседі. Шолпан алғаш рет аздап үміттенді. Сол кезде сырттан аттың дүбірі естілді. Омар терезеге қарады. Біреу келе жатыр. Шолпанның жүзі бірден өзгерді. Сапар, Гүлмира, қорықпа. Шолпан, мен қорқып тұрған жоқпын. Омар әпкесінің қолын ұстап алды. Сапар аттан түсіп үйге кірді. Ол Әлиді көріп тоқтап қалды. Тағы кім бұл? Гүлмира, менің танысым. Сапар, мұнда не үшін келдіңдер? Әли сабырлы. Сөйлесуге. Сапар, менің балаларыммен бе? Омар бірден. Біз бала емеспіз. Сапар оған суық қарап. Сен үндеме. Шолпан, Омарға олай сөйлемеңіз. Сапар Шолпанға бұрылды. Сен де соңғы кездері көп сөйлейтін болыпсың. Гүлмира олардың ортасына жақындады. Біз тек жағдайларын білгіміз келеді. Сапар, олардың жағдайы жақсы. Гүлмира, онда неге 20 жылдан бері мектепке бармаған? Сапар бір сәт үнсіз қалды. Олардың өздері қаламады. Омар бірден. Бұл өтірік. Шолпан інісінің қолынан ұстап қалды. Сапардың жүзі қатайды. Сен мені өтірікші деп тұрсың ба? Омар үндемей қалды. Гүлмира сабырын сақтады. Біз бүгін ешкіммен жанжал шығаруға келген жоқпыз. Сапар, онда келмей-ақ қойыңдар. Бірақ мен Шолпан мен Омармен араласам. Бұған рұқсат бермеймін. Гүлмира, олар кәмелетке толған адамдар. Сапар, олардың қамқоршысы болғанмын. Әли, болғансыз ба, әлде қазірде қамқоршысыз ба? Сапар оған тік қарады. Құжаттың бәрі менде. Әли, онда көрсетіңіз. Сапардың жүзі өзгерді. Қандай құжат? Қамқоршылық құжаты. Үй іші тып-тыныш болып кетті. Сапар бірнеше секунд үнсіз тұрды. Сосын, кейін көрсетемін.
Әли: жақсы. Сапар: бірақ сендер мұнда қайта келмеңдер. Гүлмира: неге? Өйткені бұл отбасының ішкі мәселесі. Гүлмира: бұл енді отбасы мәселесі емес. Сапар: сен білмейсің. Гүлмира: білмейтінді білемін, сондықтан анықтауға тырысып жүрмін. Сапар шығып кеткеннен кейін Омар ұзақ уақыт үндемей отырды. Сосын: о құжаттарды көрсетпейді. Әли: сендерде ештеңе жоқ па? Шолпан: жоқ. Ал жеке куәлік? Шолпан басын шайқады. Жоқ. Паспорт? Жоқ. Әли Гүлмираға қарады. Екеуі бір-бірін үнсіз түсінді. Кешке Гүлмира кетер алдында Шолпанға: мен ертең тағы келемін. Шолпан: Сапар бізді басқа жерге алып кетпей ме? Оған жол бермеуге тырысамыз. Омар: егер ол бізді күштеп алып кетсе ше? Әли: ондай жағдай болса, бізге бірден хабар беріңдер. Шолпан ащы жымиды. Бізде телефонда үнемі бола бермейді. Гүлмира телефонын берді. Мынау сенде тұрсын. Шолпан: егер ол алып қойса ше? Онда нөмірімді жаттап ал. Шолпан қайталады. 8. Гүлмира нөмірін бірнеше рет айтқызды. Омар да жаттап алды. Түнде Гүлмира мен Әли ауылдан шықты. Әли көлік айдап келе жатып: бұл жерде бір нәрсе дұрыс емес. Гүлмира: мен де соны сезіп тұрмын. Құжаттарды көрсетуден бас тартты. Иә, ал балалардың 20 жылдық өміріне қатысты ешқандай ресми дерек жоқ. Гүлмира: демек мәселе біз ойлағаннан үлкен. Әли: бізге нақты дәлел керек. Гүлмира: табамыз. Ал қыстауда Шолпан мен Омар терезе алдында отырды. Омар: әпке. Иә, егер Гүлмира бізді алып кетсе? Шолпан оған қарады. Иә, мен бірінші рет қалаға бардым келеді. Шолпан күлімсіреді. Мен де мектепті көргім келеді. Мен де автобусқа мінеміз бе? Мінеміз. Адам көп жерде қорықпайсың ба? Шолпан оның қолын қысты. Қорықсам да барамын. Омар: неге? Шолпан терезеден қарады. Өйткені 20 жыл күткеннен кейін ол алғаш рет анық айтты: мен енді өмір сүргім келеді. Сол түні екеуі алғаш рет қашу туралы емес, бостандық туралы армандап ұйықтады. Бірақ таң атқанда қыстаудың алдына Сапардың көлігі емес, басқа бір көлік келіп тоқтады. Одан 3 адам түсті. Олардың бірі қолында папка ұстап тұрды. Ал папканың ішінде Шолпан мен Омардың 20 жыл бұрын жоғалған құжаттарына қатысты бір құпия бар еді. NB. Гүлмира түні бойы ұйықтай алмады. Шолпан мен Омардың 20 жыл бойы құжатсыз, ешкімнің бақылауынсыз өмір сүргені оның мазасын алды. Таңертең ол Әли есімді танысын ертіп, қайтадан қыстауға жол тартты. Балаларды бірден алып кету қиын деді Әли. Білемін, бірақ олардың құқығын қорғауымыз керек. Қыстауға келгенде Гүлмира Шолпаннан ескі құжаттарын сұрады. Шолпан сандықтан бірнеше қағаз алып шықты. Ата-анасының құжаттары, мектеп анықтамасы және ескі туу туралы құжаттардың көшірмелері. Әли қарап: мыналар өте маңызды, бірақ қазіргі жеке құжаттары жоқ екен. Шолпан: бізде ешқашан болған жоқ. Гүлмираның жүрегі ауырды. Сол кезде сырттан көлік дауысы естілді. Сапар келді. Ол үйге кіріп, Гүлмира мен Әлиді көріп қабағын түйді. Бұлар мұнда не үшін жүр? Гүлмира сабырлы түрде: Шолпан мен Омардың жағдайын білу үшін. Сапар: олардың жағдайы жақсы. Әли: онда қамқоршылық құжаттарын көрсетіңіз. Сапар біраз үнсіз қалды. Құжаттар менде. Көрсете аласыз ба? Кейін. Гүлмира оның жауабына күмәнмен қарады. Бізге олардың қазіргі құжаттары да керек. Сапар: бұл сендердің шаруаларың емес. Гүлмира: олар енді бала емес, өз өмірлеріне қатысты шешімді өздері қабылдай алады. Сапар оған суық қарап: бұл жерге енді келмеңдер. Ол шығып кетті. Сапар кеткен соң Омар: ол бізді басқа жерге алып кетуі мүмкін бе? Гүлмира: сондықтан абай болуымыз керек. Ол өз телефон нөмірін Шолпан мен Омарға жаттатты. Қандай жағдай болса да маған хабарласыңдар. Шолпан басын изеді. Біз енді жалғыз емеспіз ғой. Гүлмира оның қолын қысты. Жоқ. Кешке Гүлмира мен Әли қалаға қайтты. Әли: бұл жерде бір нәрсе дұрыс емес. Гүлмира: мен де соны сезіп тұрмын. Құжаттарды көрсетпейді. Балалардың 20 жылдық өміріне қатысты ресми дерек жоқ. Гүлмира терезеге қарап: онда біз олардың өткенін өзіміз іздейміз. Ал қыстауда Омар терезеден сыртқа қарап: әпке, біз шынымен кетеміз бе? Шолпан біраз үнсіз тұрды. Сосын: иә. Қайда? Шолпан алғаш рет қорықпай жауап берді: өмір сүруге. Бірақ екеуі білмеді. Олардың бұл сөзін біреу сырттан тыңдап тұрғанын. Қыстаудың алыстағы қараңғысында бір көлік біраз уақыт қозғалмай тұрды. Таң енді ғана атып келе жатқан. Шолпан қораның есігін ашып жатқанда алыстан көлік көрінді. Омар да байқап қалды. Әпке, біреу келе жатыр. Көлік қыстаудың алдына тоқтады. Ішінен 3 адам түсті. Олардың бірі қолына қоңыр папка ұстап тұр. Шолпан мен Омар осында ма? Шолпан абайлап: иә, біз құжат мәселесі бойынша келдік. Омар әптесіне қарады. Екеуі бір-бірін түсінбей тұрды. Қандай құжат? Деді Шолпан.
Ер адам папканы ашты. Сендердің қамқоршылықтарына қатысты ескі құжаттар бар. Шолпанның жүрегі дүрсілдеп кетті. Бізде ондай құжат жоқ. Сендерде жоқ, бірақ архивтен табылды. Омар жақындады. Кімнің қолында болған? Ер адам жауап бермеді. Тек бұл құжаттарды бізге Сапар берген. Шолпанның жүзі өзгерді. Сапар? Иә. Папканың ішінен ескі қағазда шықты. Шолпан олардың біріне қарады. Онда өзінің аты жөні жазылған. Омар да құжатқа үңілді. Мынау мен ғой. Гүлмираның бірнеше күн бұрын айтқаны есіне түсті. Сендердің 20 жылдық өмірлерін қағаз жүзінде жоқ. Ал енді олардың қолында 20 жыл бұрынғы құжаттар тұр. Бірақ бір нәрсе күмәндеді. Шолпан қағаздың төменгі жағына қарап, «Мына қолтаңба, не болды?» деді Омар. «Бұл анамның қолтаңбасы емес». Ер адам үндемей қалды. Шолпан тағы бір құжатты алды. «Мынау да дұрыс емес». Омар, «Қалай? Анамның аты қате жазылған». Ер адамдар бір-біріне қарады. Сол кезде Шолпанның ішінен қорқынышты ой өтті. Бұл құжаттарды кім жасаған? Ер адам, «Біз оны анықтап жатырмыз». «Ал Сапар қайда?» «Білмейміз». Омар терезеге қарады. Сапардың көлігі жоқ. Бірақ оның жоқтығы бұрынғыдай тыныштық емес еді. Бұл жолы белгісіздік сезілді. Гүлмираға бірден телефон соғылды. «Гүлмира?» «Шолпан, не болды?» «Бізге адамдар келді». «Қандай адамдар?» «Құжат алып келді». Гүлмираның даусы өзгерді. «Қандай құжат?» «Біздің қамқоршылық құжаттарымыз». Бірнеше секунд үнсіздік болды. «Оларды ешкімге бермеңдер». «Неге? Мен қазір барам». Гүлмира мен Әли қыстауға жеткенде, әлгі адамдар әлі сонда еді. Гүлмира құжаттарды көріп бірден, «Мыналарды қайдан алдыңыздар?» «Архивтен». Гүлмира қағаздарды мұқият қарап шықты. Сосын бір нәрсеге көзі түсті. «Бұл құжаттың датасы дұрыс емес». Әли де қарады. «Иә». Гүлмира, «Демек кейіннен өзгертілген болуы мүмкін». Шолпанның даусы дірілдеді. «Сонда бізді 20 жыл бойы заңсыз ұстап отырған болуы мүмкін бе?» Ешкім жауап бермеді. Сол сәтте сырттан көлік дыбысы естілді. Барлығы терезеге қарады. Бұл Сапар. Ол көліктен түсіп, үйге қарай келе жатты. Шолпанның жүрегі дүрсілдеп кетті. Омар әпкесінің қолынан ұстап алды. Сапар есікті ашты. Бөлмедегі адамдарға қарап, бірден бәрін түсінгендей болды. «Құжаттарды кім берді?» «Гүлмира». «Бұл сұрақты біз сізге қоюымыз керек». Сапар үндемеді. Шолпан алғаш рет оған қорықпай қарады. «Сапар аға?» «Не? Сіз біздің құжаттарымызды неге 20 жыл бойы жасырдыңыз?» Сапардың жүзі бір сәтке өзгеріп кетті. Ол жауап бермеді. Ал дәл сол үнсіздік бәрінен де күдіктірек еді. Сапар бөлменің ортасында үнсіз тұрды. Шолпан оның жүзіне қарап, «Неге үндемейсіз?» Омар да орнынан тұрды. «Бізге жауап беріңіз». Сапар құжаттарға көзі жүгіртті. «Бұл мәселені сендер түсінбейсіңдер». Гүлмира, «Онда түсіндіріңіз». Сапар, «Сендер бала кездерінде ештеңені білмедіңдер. Мен сендер үшін жауап бердім». Шолпан, «Бізді мектепке неге жібермедіңіз?» Сапар үндемеді. «Неге біздің құжаттарымыз өзіңізде болды?» Тағы үнсіздік. Омардың даусы дірілдеді. «Бізге тиесілі ақшалар қайда кетті?» Сапар оған бірден қарады. «Қандай ақша?» Омар, «Ата-анамыздан қалған ақша, біз үшін берілген төлемдер». Сапардың жүзі қатайып кетті. «Сендерге бәрі жұмсалды». Шолпан, «Біз 20 жыл бойы осы қыстауда жұмыс істедік. Сендерге тамақ берілді, киім берілді, баспаналарың болды». Гүлмира ашуланып, «Бұл қамқорлық емес». Сапар, «Сен араласпа». «Араласамын». Сол сәтте Әли үстелдегі құжаттардың бірін қолын алды. «Мына жерде бір мәселе бар». Сапар оған қарады. «Қандай?» «Құжатта қамқорлық мерзімі көрсетілмеген». Сапар, «Ол ескі құжат. Бірақ мұнда балалардың кәмелетке толғаннан кейінгі жағдайда жазылмаған». Сапар үндемеді. «Әли, демек сіздердің қамқорлығыңыздың заңды негізі қазір қандай екені белгісіз». Шолпан мұны естіп, алғаш рет үміттенді. «Сонда біз өзіміз кете аламыз ба?» Әли, «Бұл мәселені ресми түрде анықтау керек». Сапар, «Ешқайда бармайсыңдар». Омар, «Неге?» «Өйткені сендер менің жауапкершілігімдесіңдер». Шолпан, «Біз енді ересекпіз». Сапар ашуланып, «Мен сендерді қанша жыл бақтым». Шолпанның дауысы қатты шықты. «Бізді бақпадыңыз, бізді жұмыс істеттіңіз». Бөлме іші тып-тыныш болып қалды. Бұл Шолпанның Сапарға алғаш рет ашық қарсы шығуы еді. Сапар ештеңе айтпастан сыртқа шығып кетті. Гүлмира Шолпанның қасына келді. «Сен дұрыс істедің». Шолпанның қолы дірілдеп тұрды. «Мен қорқып тұрмын». «Қорқуың қалыпты. Ол бізге тағы бірден естей ме?» «Енді сендер жалғыз емессіңдер». Омар әпкесінің қолынан ұстап, «Біз бірге кетеміз». Шолпан оған қарады. «Иә». Кешке Гүлмира қалаға қайтпады. Ол Шолпан мен Омарды жалғыз қалдырмауды шешті.
Әли болса құжаттардың көшірмелерін алып, заңды жолын анықтауға кірісті. Түн ортасында Гүлмираның телефоны шырылдады. Бейтаныс нөмір. Алло? Ар жақтан ер адамның дауысы шықты. Сіз Шолпан мен Омардың ісімен айналысып жүрсіз бе? Сіз кімсіз? Мен сізге бір нәрсе айтуым керек. Не туралы? Олардың ата-анасы қайтыс болғаннан кейін алғашқы құжаттарды мен көргенмін. Гүлмира орнынан тұрып кетті. Қай құжаттарды? Балаларды сапарға беру туралы құжаттарды. Оларда не жазылған? Ар жақта бірнеше секунд үнсіздік. Құжаттағы мәлімет пен шындық бірдей емес еді. Гүлмираның жүрегі дүрсілдеді. Сіз мұны дәлелдей аласыз ба? Иә. Онда кездеселік. Жақсы. Қашан? Ертең. Қоңырау үзілді. Гүлмира біраз уақыт телефонға қараттырды. Таңға жуық Шолпан оянды. Терезеге қарады. Сыртта Сапардың көлігі жоқ. Омар да оянып кетіпті. Әпке? Иә. Біз кетеміз бе? Шолпан біраз үнсіз тұрды. Сосын, бұл жолы қашпаймыз. Неге? Өйткені бізді ешкім қайта қуып әкелмейтіндей етіп кетеміз. Омар алғаш рет күлімсіреді. Бірақ олар әлі білмейтін бір нәрсе бар еді. Ертең Гүлмира кездесетін адам, олардың ата-анасының өліміне қатысты 20 жыл бойы жасырын қалған бір деректі білетін. Ал бұл дерек Сапардың барлық өтірігін төңкеріп жіберуі мүмкін еді. Таңертең Гүлмира ерте тұрды. Кеше телефон соққан адаммен кездесуге дайындалды. Шолпан мен Омар да оның не білетінін күтті. Сендер әзірге осы жерде болыңдар, деді Гүлмира. Шолпан, бізде барсақ болмай ма? Жоқ, әзірге қауіпсіз жерде болғандарын дұрыс. Омар, біз енді ештеңеден қашқымыз келмейді. Гүлмира оған қарап, бұл жолы сендер қашпайсыңдар. Мен сендер үшін жол ашамын. Гүлмира қала шетіндегі шағын кафеге келді. Терезе жанында жасы 60-тан асқан ер адам отыр екен. Сіз Гүлмирасыз ба? Иә, менің атым Ермек. Мен сол жылдары ауылдық әкімдікте жұмыс істегенмін. Гүлмира орындыққа отырды. Шолпан мен Омардың ата-анасы қайтыс болғаннан кейін жағдайды білесіз бе? Ермек күрсінді. Білемін. Не болған? Ермек біраз үнсіз отырды. Балалардың анасы қайтыс болғаннан кейін оларды Сапар өз қамқорлығын алды. Бұл заңды түрде жасалды ма? Қағаз жүзінде солай көрсетілген. Гүлмира бірден. Қағаз жүзінде дегеніңіз қалай? Ермек сөмкесінен ескі папка шығарды. Мен бұл құжаттардың көшірмесін сол кезде сақтап қойғанмын. Гүлмираның қолы дір етті. Неге? Өйткені кейбір нәрсе маған күмәнді көрінді. Ермек құжатты үстелге қойды. Балалардың анасы қайтыс болған күні ол тоқтап қалды. Не болды? Ресми құжатта бір нәрсе жазылған. Ал шын мәнінде оқиғаның куәгерлері басқа нәрсе айтқан. Гүлмира үнсіз тыңдады. Қандай нәрсе? Ермек. Анасы балаларын жалғыз қалдырмас үшін қатты жұмыс істеп жүрген. Сол күні де жұмысқа кеткен. Иә. Сосын жол көлік оқиғасы болды. Гүлмира, мұны біз білеміз. Ермек басын шайқады. Бірақ апаттан кейін балалардың жағдайы туралы құжатта тағы бір нәрсе бар. Гүлмира алға еңкейіп. Не? Ермек папкадан тағы бір қағаз шығарды. Балалардың анасы қайтыс болғаннан кейін олардың атына белгілі бір әлеуметтік төлемдер мен жәрдемақылар рәсімделген. Гүлмираның жүзі өзгерді. Қанша уақыт? Бірнеше жылға. Ал ақша қайда түскен? Ермек оған тура қарады. Сапардың бақылауындағы есеп шотқа. Гүлмира үнсіз қалды. Бірақ бұл ғана емес. Тағы не бар? Ермек даусын бәсеңдетті. Балаларды ресми түрде оқыту туралы міндеттеме болған. Гүлмира, ал олар мектепке бармаған. Дәл солай. Онда неге ешкім тексермеді? Ермек ауыр күрсінді. Өйткені сол кезде тексеруі тиіс адамдардың өздері көз жұмып қарады. Гүлмира құжаттарды суретке түсіріп алды. Сіз мұның бәрін неге 20 жыл бойы айтпадыңыз? Ермек көзін төмен түсірді. Қорықтым. Кімнен? Сапардан ғана емес. Ол терезеге қарады. Сол кезде бұл ауылда оның сөзі өтетін. Ал қазір? Қазірде оның таныстары бар. Гүлмира, бірақ мен үндемей ота алмаймын. Сондықтан сізге ескертіп отырмын. Егер осы істі соңына дейін жеткізсеңіз, ол сөзін аяқтамады. Гүлмира, қорыққалы отырсыз ба? Жоқ. Ермек басын шайқады. Сізді қорыққым келмейді. Тек мен сияқты үнсіз қалғандардың қателігін қайталамаңыз деген келеді. Гүлмира қыстауға қайтып келді. Шолпан есік алдында күтіп тұр екен. Не болды? Гүлмира бірден жауап бермеді. Омар да жақындады. Бір нәрсе таптың ба? Гүлмира папканы көтерді. Иә. Шолпанның жүрегі дүрсілдеп кетті. Не? Сендердің анаң қайтыс болғаннан кейін сендерге тиесілі болған төлемдер болған. Омар, қайда кеткен? Гүлмира оған қарады. Сапардың бақылауындағы есеп шотқа. Омардың жүзі бозарып кетті. Шолпан ұзақ үнсіз тұрды. Сосын, демек, ол сөзін аяқтай алмады.
Гүлмира оның қолын ұстап. Бұл әлі дәлелденуі керек. Омар, ал мектепше? Құжат бойынша сендерді оқытуы тиіс болған. Шолпанның көзінен жас ақты. Бізге ешкім айтпады. Гүлмира, білемін. Біз 20 жыл жұмыс істедік. Ол жылап жіберді. Ал бізге тиесілі нәрсенің бәрі қайда кеткен? Гүлмира жауап бере алмады. Сол түні үшеуі ұзақ отырды. Омар, мен Сапардың бізді не үшін жібермегенін енді түсінген сияқтымын. Шолпан, бірақ бұл оның істегенін ақтамайды. Гүлмира, енді бізге бір ғана нәрсе керек. Не? Дәлел. Шолпан, ал егер ешкім бізге сенбесе ше? Гүлмира оған қарап. Онда сендердің 20 жылдық өмірлерінің әр күнін дәлелдейміз. Омар, ал Сапар? Гүлмира, ол бізден бұрын қимылдауы мүмкін. Сол сәтте Гүлмираның телефоны шырылдады. Белгісіз нөмір. Ол көтерді. Алло? Ар жақтан таныс дауыс шықты. Сапар. Гүлмира, тыңдап тұрмын. Сен тым көп нәрсеге араласып жүрсің. Мен тек шындықты іздеп жүрмін. Сапардың дауысы суық шықты. Кейбір шындықтарды қазбаламаған дұрыс. Гүлмира, неге? Бірнеше секунд үнсіздік. Сапар, өйткені кейбір нәрселерді білсең. Ол сөзін аяқтамай телефонды өшірді. Гүлмира телефонды төменсірді. Шолпан оның жүзіне қарап. Не деді? Гүлмира оған қарады. Ол қорқып отыр. Ал сол түні алғаш рет Шолпан да Сапардан қорыққанмен бірге, оның да бір нәрседен қорқатынын түсінді. Гүлмира сол түні-ақ Әлиге барлық құжаттарды жіберді. Ертеңіне олар ресми мекемелерге арыз берді. Шолпан мен Омардың жеке басын анықтау, құжаттарын қалпына келтіру және 20 жыл бойы олар үшін төленген қаражаттардың тағдырын тексеру талап етілді. Бірақ алғашқы жауап көңіл көншітпеді. Құжат жеткіліксіз, дәлел керек. Гүлмира ашуланып, олардың бүкіл өмірі көз алдымызда тұр, тағы қандай дәлел керек? Шолпан оның қолынан ұстап, сабыр ет, ол бұрынғыдай қорқытқан жоқ. Біз 20 жыл күттік, тағы біраз күте аламыз. Бірнеше күннен кейін Ермек тағы бір құжат әкелді. Бұл Сапардың Шолпан мен Омарға қамқоршы болып бекітілген кездегі бастапқы құжаттың көшірмесі еді. Ең маңыздысы, құжаттың соңында балалардың білім алуы және олардың мүддесі толық қамтамасыз етілуі тиіс деген талап жазылған. Ал кейінгі есептерде Шолпан мен Омардың мектепке бармағаны көрсетілген. Бұған қоса, балаларға арналған төлемдердің бірнеше жыл бойы Сапардың бақылауындағы есеп-шотқа түскені анықталды. Енді үнсіздікке орын қалмады. Сапарды шақырды. Ол алғашында бәрін жоққа шығарды. Мен балаларды асырадым. Шолпан орнынан тұрды. Біз сізге қарыз емеспіз. Сапар оған қарады. Мен сендерді далада қалдырмадым. Бірақ сіз бізге өмір сүрмедіңіз. Бөлме тып-тыныш болды. Шолпанның даусы дірілдегенмен сөзі анық еді. Біз мектеп көрмедік, балалық шақ көрмедік, өзімізге тиесілі ақшаны білмедік, құжаттарымызды көрмедік. Біз тек жұмыс істедік. Омар да қасына тұрды. Ал біз кеткен сайын бізді қайтарып әкелдіңіз. Сапар үндемеді. Тексеру басталды. Құжаттар салыстырылды. Ескі есептер қаралды. Сапардың сөздері бір-біріне қайшы келе бастады. Ақыры Шолпан мен Омардың құжаттары қалпына келтірілді. Жаңа жеке куәліктерін қолдарына алған күні олар ұзақ уақыт үнсіз отырды. Омар құжатын ашып, «Әпке, иә, менің аты жөнім бар». Шолпан күлімсіреді. «Әрине бар». Омар көз жасын сүртті. 20 жыл бойы мен өзімді ешкім емес сияқты сезіндім. Шолпан оның иығына қолын қойды. Енді олай бармайды. Бірнеше айдан кейін істің негізгі бөлігі аяқталды. Сапардың балаларға арналған қаражатты пайдалануы мен қамқоршылық міндеттерін орындамауы бойынша тергеу жалғасты. Ал Шолпан мен Омар қыстаудан кетті. Гүлмира оларды қалаға алып келді. Алғашқы күні Шолпан автобус терезесінен сыртқа қарап отырды. Адамдар өте көп екен. Омар күліп, біз де енді сол адамдардың біріміз. Гүлмира арқы орындықтан. Иә, Шолпан оның қолын ұстады. Сен бізді таппағанда не болар еді? Гүлмира жымиып. Білмеймін. Шолпан. Мен білемін. Не? Шолпан терезеден қалаға қарап. Біз сол қыстауда тағы 20 жыл жоғалар едік. Бір жылдан кейін Омар механика курсына түсті. Шолпан медициналық колледжге дайындала бастады. Ол жас үлкен студент болудан қорықты. Бірінші күні аудиторияға кіргенде қолы дірілдеді. Бірақ тақтаға қарап тұрып, мен 20 жыл кешіктім. Сосын күлімсіреді. Бірақ бәрібір келдім. Кешке үшеуі бірге отырды. Гүлмира ескі мектеп суретін алып шықты. Мына суретті сақтап жүрмін. Шолпан суретке қарап. Біз үшеуіміз қайта жиналдық. Омар. Бірақ бұл жолы мектеп ауласында емес. Гүлмира. Ең бастысы, бірге отырмыз. Шолпан терезеге қарады. Күн батып бара жатты. Ол баяғы қыстауды есіне алды. Қараңғы түндерді, суық таңдарды, мал соңында өткен жылдарды. Бірақ енді ол өткенге емес, алдағы өміріне қарады. Гүлмира. Иә, сен бізге өмір сыйлаған жоқсың.
Гүлмира таңығап қарады. Шолпан жымиып, сен бізге өз өмірімізді қайтарып бердің. Гүлмираның көзіне жас келді. Омар үшеуінің қолын біріктірді. Терезенің ар жағында қала шамдары жанып тұрды. Ал 20 жыл бойы жоғалған екі адамның өмірінде алғаш рет ертеңгі күннен қорқыныш емес, үміт тұрды.